30-да болсын, 40, 50, 60-та болсын, өзінің мақсаты жоқ адамдар кездеседі. Яғни, мақсат ол сырттан келген адамдардың, сізге әсер еткен адамдардың, былайша айтқанда, навязанный дейді ғой, ілінген мақсат емес, өзіңіздің ішкі мақсатыңыз болған кезде ғана ол мақсат сізге жұмыс істеп, оған жетуге мүмкіндік бере бастайды. Мысалы, біз әлеуметтік биологиялық түрміз, яғни біз жеке дара өспейміз, қоғаммен бірге дамитын биологиялық түрміз. Сондықтан кішкентай кезімізден бастап қоғамда өскендіктен бізге айналадағы адамдардың пікірі, ойы әсер етеді. Тіпті кішкентай кезде, мысалы, көп адамдар армандайды. Өскен кезде, мысалға, ересек болған кезде, мамандық таңдаған кезде де көп адам өзінің қалаған мамандығына оқуға түсе бермейді. Тіпті жұмыс істеп жүрген кезде де сенің арманың